Көйлек аламыз, көйлек. Көйлек аламыз. Көке келсеңізші, көйлек аламыз келіншеңізге. Келсеңізші. Скидка болып отыр ғой бізде. Ой, немене алып қойсың, айналып келіп ала бермейсіздер ме қайттан? Көйлек көпті кетпейді ғой. Өйстіп қаласыздар ше. Бір сорлы бір ешек байға тидікті өйстіп қалдық қой, нормально байға тию керек еді осы кезде. Жүретін емен торговый центрдің ішінде бүйтіп рахаттан. Мына жерге отырып күннің астында. Не қарайсыз ше? Кетіңізші былай. Неше етеді? Мына оңыға деді мынаны. Дипломда жатыр ана сандықтың түбінде. Жоқ, амаса неменеге 30 көйлектің бәрін киіп көре береді деймін да, амаса амайын деп айтпай ма? Зәуре, бір чихан биле әкелесінші. 4 қант қосшы шайға. Ой, әкеп береші, тастақтың ақшасын береміз 50 теңге. Бош әкешіне қа. Адам бас ауырып атқан кезде үстіп қырсығып қалады ғой, әшейінде. Ойбай, не жейсің деп алдынан көлбен етіп өтетін албастығатын. Көйлек аламыз, көйлек аламыз. Бош тез киімдердің бәрін алайықта әбет болды ғой, не ағып жүрсің? Бош тез. Кел артық қой. Осы жұрттың еркектері құсап, алдына түсіп қағаңдап мен алып жүретін адамсың ғой сен. Ой, әпше, кізіңізші. Мен айтып отырмын. Мен әпше, сен айтып отырмын, мен айтып отырмын, сен айтып отырмын. Мен айтып отырмын. Не болды? Кізіңізші, ойбай. Ана жақтан байқадым ғой мен сізді. Қалай жағдайларыңыз? Жақсы, өздерің қалайсыздар? Жақсы. Әпше, қандай сұлусыз көзіңіз жүрдей, ойбай, жүрдей жылтыраған сондай бір жүзіңізден нұр шашып тұр. Алыстан байқадым ғой мен сізді. Мынаны қарасаңызшы, әпше, кеше Турциядан бар ғой. Киімдер келді ғой. Тура өзіңіздей сымбатты келіншектерге, сымбаты жарасқан келіншектерге бар ғой сондай. Сымбаты жарасқан? Енді мен қымбат жарасқан деп айтамын ба? Сымбатты болсын, сымбат жарасқан деп отырық та. Әпше киіп көресіз ба? Мынаны қарасаңызшы қазір. Мен өзім қарасаңызшы, ойпырмай, мынандай. Қазір мен көрсетем. Мынаны қараңыз. Ойбай, сіңілім ол қалай болғанда ешқандай болмайды. Мен сізден ақша алайын деп жатқан жоқпын ба әпше? Ақшамайсың ба кигенге? Жоқ, ақшамен. Мынаны қарасаңызшы. Мынау бар ғой. Мынаны кисеңіз бар ғой қазір. Енді кім демей-ақ қойын, Розаль қожа демей-ақ қойын, Алтынай Жорабаева боласыз ғой әпше. Содан кейін құдалықта бар ғой. Бүйтіп шаш билес бүкіл әйелдердің көзі сізде болады ғой. Мына жылан терісі зор жарасты саған. Өзің де жылансың, дәл таптың ғой кей көйлегіңді ше. Ойбай, көке мода ғой қазір, трендте осындай болып отыр ғой қазір. Білмейсің сен мода бұл. Мынаны қарасаңызшы. Алтынай Жорабаева ғой мынау я. Қазір қараңыз. Ерке Есмахан тауып берем ғой мен сізге қазір Ерке Есмахан болады. Сіңілім ерке болғанда ол қалай болады екен ол? Ой, қалай болады деп сұрай береді. Киіп көрсеңізші, қазір көреміз. Біз ақшалайын деп отқан жоқпын ғой, айттық қой. Мынаны қарасаңызшы. Қан, қолын шығарыңыз. Оля, көрдім, осы жұрттар бар ғой, киеді ғой, сөлбейіп қалады. Сіздің фигураңыз бар, құйрығыңыз бар. Әдемі жараса кетеді ғой сізге. Иә, мынаны қарасаңызшы. Ерке Есмахан болдыңыз ғой. Руыңыз қандай сіздің? Руым ысты ғой. Мен де ыстым ғой әпше. Тысқан болып шықтық қой кәдімгі. Ыстысыз ба? Ыстың ішінде не? Ой, не аласың ішіндегі не істеген кәдімгі ыстыңыз ғой?Ысты деген сол ру емес па? Солыңыз ғой? Әпше, мынау бар ғой, кім ғой, а? Так. Ерке дедің ғой? Ерке ғой, а? Айжан Нұрмағанбетова деген әнші білесіз ба? Сол Айжан Нұрмағанбетованың мынау, так, шарфы ғой әпше, шарфы. Дәл шарфы болды ма? Е, шарфы. Зор кетіп тұр ғой әпше. Мынау күзде бар ғой, жаурамайсыз ғой. Өйстіп, бірінісіне бірін киіп алып кете берсеңіз де болады. Қарсаң шарфы да бар. Бұл Айжан Нұрмағанбетова болғанда біз анау күйеуіме көйлек іздеп жүрек, негіз базарға келіп ше. Сол күйеуімізге алсақ па деп. Сен ерден әпше кел дегеннен кейін келіп кіріп ем да мен. Негіз күйеуімізге іздеп жүрік қой көйлекті. Сіңілім айналайын, ренжіме сен жаңағы киюің тегін дегеннен кейін не жерден. Әпше дегеннен кейін келдің да. Сонда сіз кел десе келіп, бер десе бере бересіз ба әпше? Қызықсыз. Жоқ, мына жер кілең көріп тұрсыз ғой, қатындардың киетін киімдері ғой. Ар жақта мужской. Бүйтіп айналып өтпейсіз ба? Айналып өтіп баратқанбыз ғой негізі. Сен әпше кел дегеннен кейін келіп жатырмын да енді. Сіңілім, ренжіме айналайын, аламаймыз енді көйлегіңді енді. Біреуінде алмайсыз ба? Еркеңде, розаңда бәрі өзің айналайын, сіңілім. Ренжіме. Қалды ма сонда бәрі кигізген? Жақсы. Асылбек жүр. Карантин сағат 1-ге дейін бола берген жақсы еді. 6-ға дейін созып, әнәләм, үйтем деп, үстіп әрінен таңдайды ғой киімді. Аласса болады ғой соның. Беретіне қой хотя бы жарты ақшасына қарызға болса да. Киім аламыз, киім! Киім аламыз, Турция қыздар, киім! Осы даусыңды шығарып оқыш, оқитын нәрсеңді айналайын, е?
Не оқып жатсың осы? Дуалап кетіп жатсың ба? Әйтеуір нормальный нәрсе оқып жатсың ба? Айналайын, мен арқамда шығар осы базарда 10 жылдан бері королева болып отырсың ғой. Вот именно 10 жыл бойы осы жерде отырып қой, әлі бутикке көшкен жоқпыз ғой біз. Жұрттар анау 4-5 бутик ашып жатыр, біз осы базарда отырмыз ғой. Құдай оңдасын, Құдай қолдасын, әкел бол. Ойбай, қағаз дәптеріңе жазасашы, ертең береміз ғой, не болды? Қанша жерден 200 теңгеден істеп отырсың, бізден байсың ғой сен, кетші бар. Әкел. Ертең берем, жазасашы деп атын. Ертең берем. Барсай бар. Ойпырмай, деп бір бәле оқып еді, дауысын шығарып оқыса болады ғой. Осы дуалап жүр ау. Осы азында әйтпесе өсіп кеткен ғой. Сол келді, ештеңе өтпей қалды. Баш мешет етпей, мен көріп тұрсың ғой, қыздырынып жатырмын ғой. Баршы. Денеңіз қыздырып жатсыз ба? Денеңіз қызып жатыр ма? И чё? Неменеге екенін білесіз ба? Неменеге? Өйткені сенің қасында от жігіт тұр ғой. От жігіт емес, от жағатын спичка десейсен, сол кезде точно болады. Қарындас, өйтіп ламатса өте бермеңіз отма. Ата танысам десем бар ғой, мына жерде орыс қыздар дофига бар ғой. Дерзкий фигуралармен сочный қыздар бар атак. Енді таныса берсей, саған бір стоп қойып жатыр ма не? Просто мен орысша сөйлемейін де, орыс қыздар ғой барлығы. Қазақша түсінеді, дызғана болып тұрса, просто қазақ қызбен танысайын деп отырмын. Орысша идің сәбіт қола береді, оның үстіне. Не енді? Ағашқы фигурасы тақтай. Жоқ, қыз деген андай бір сочный бір саңды деп ұстайтын бір андай бүйтіп қалған бір етті болу керек қой. Бергесің? Не oldu, мен шақырдың ба? Шықтың ба, болды ма? Мына машина сенікі ма? Точно сенікі ма? Нешінші жылғы? 98 мың ба? Жоқ, мен машинаның жылын сұрап жатырмын. Машина ма? 2018. Күшті екен, Может, номерін бересің кішкене, танысып, сөйлесіп көрейік та, жас бала емеспіз ғой. Жаза бер, 8701 692 Айта бер. 0292. Қошыш. Сен машинаң емес па не? Жоқ, қашын сүйеніп тұрамын. Номер ше? Ал алдым ғой. Мал. Өзіңіз жетіліңіз, тасқындаңыз. Бірақта биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты, ана осал, мен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз. Сіздің ой біздің оймен бірікпейді, шайқаңыз осы өмірді жүріп мейлі, ойлаңыз, арзан атақ, сасығырыс, сіз өлгенмен қайтадан тірілтпейді.